Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін қартаны және қарынды тазалау және олардың иісін кетіру жайлы өз әдісімен бөлісетін боламын. Каналымнан көптеген рецепттерді, ыстық тағамдарды және салаттар, тәттілердің түрлі рецепттерін таба аласыздар. Каналға тіркеліп алыңыз. Ең алдымен қарынның екінші бетін аударамыз және осындай майлы жерлерінде без өте көп болуы мүмкін. Сол себепті мұқият қарап отырып, барлық бездерді алып тастаймыз. Бұл бездерді жеуге болмайды, сол себепті тазалап аламыз. Бездері өте көп екен, мұқият қарап тазалап алдым. Және қартаны да майлы бөлігін аударып, бір жуып алатын боламыз. Иіс кетіріп тазалану үшін тұзды аямай салған дұрыс. Жақсылап бір жуып, енді келесі бетін аударамыз. Қартаның кілегейлі бетіне тұзды саламыз және су батып тұратындай су құйып 5-6 сағатқа қоямыз. Бір күн тұрса да болады. Және суын төгіп, үстіне айранды құямын. Айранда 10-15 минуттай ұстаймыз, сосын жақсылап жуып аламыз. Осылай кілегейлі қабаттарын сырып жуып алған дұрыс. Қартаның екі бетінде аударып тазалап жуып отырамыз. Ал енді таза суға, тек суға шайып жуып аламыз. Міне кілегейлі қабаты кеткен. Енді 2,5 немесе 3 сағаттай қайнатып аламыз. Міне қартаны мен бөлек қайнаттым. Қарын бүрмеге қолданған болатынмын. Өте жұмсақ болып піскен. Мұндай ет өнімдері асқазанға ауырлық қылмас үшін көк шөппен ұсынған дұрыс. Мен осылай салат жапырағын қойып шығамын. Және осылай етпен ассорти жасағанда астына жапырақтарды қойып, қартаны, қазыны осылай сәндеп қоюға болады. Сіздер де қартаны, қарынды осы әдіспен тазалап көріңіз. Иісін кетіріп, осылай жұмсақ қылып дайындап пісіріп алдым. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіздер. Және каналға тіркеліп алыңыздар.